Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге асқазанға жеңіл, дәмді және тез дайындалатын витаминка деп аталатын салаттың рецептісін ұсынамын. Қажетті ингредиенттер: изюм, грек жаңғағы, 10% қаймақ, кукуруз хлопьясы, кукуруз, алма және бір дана қайнатылмаған қызылша және де терка қажет болады. Алдымен алмамызды терканың уақ жағынан өткізіп аламыз. Одан соң терканың уақ жағынан қайнатылмаған свекланы өткіземіз. Тарелкамызға салып жинақтаймыз. Одан соң грек жаңғағын микроволновкада 2 минут қыздырып аламыз, салатқа дәм беру үшін. Жаңғағымызды свекланың қасына салып, салатымызды әсемдейміз. Одан соң кукуруз хлопьясын грек жаңғағының қасына саламыз. Кукурузымызды саламыз. Одан соң 10% қаймақпен толықтырамыз. Және ең соңынан изюммен салатымыздың жан жағын әсемдейміз. Біздің салатымыз дайын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Ас болсын!